Сәлем достар, қалайсыздар? Жағдайларыңыз жақсы ма? Бүгін мен сіздерге шай көрпешенің тағы бір жасалу түрін көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ал кеттік. Бізге керекті заттар: тігін машинасы, ені 10 см болатын қызыл матфей билюр. Мен дайын ою мен ши құрақты алдым. Ою мен ши құрақты жасаған видеомның сілтемесін жоғарыда көрсетіп кететін боламын. Көріңіздер. Қайшы, қалам, сызғыш және астар. Ені 1,8 см болатын ұзын ақ лента. Достар, егер де менің жасап жатқан жұмысым сіздерге ұнап жатса, каналыма өтіп, лайк басып, комментария жазып, арнама тіркеле кетіңіздер. Мен сіздерді күтемін. Ең алдымен екі ою, екі ши құрағымызды қалай бір-біріне жалғайтынымызды көріп аламыз. Ең алдымен 4 бөлікті бір-біріне жалғап аламыз. Ши құрақтың үстіне оюды қойып тігетін болсаңыз, оюыңыз да ши құрағыңыздың тігісі өте әдемі көрінеді, бір-біріне әдемі жалғанады. Дәл осылай екінші бөлігінде тігіп аламыз. Ендігі кезекте екі бөлікті бір-біріне жалғап аламыз. Дәл ортасын анықтап инемен бекітіңіз. Дәл видеодағыдай тіксеңіз, тігісіңіз өте әдемі шығады. Осындай әдемі шай көрпешенің беті жартылай дайын болды. Ендігі кезекте бағанағы ені 13 см болатын матвей билюрымыздың түгін оңға қаратып, екі қырын лапканың қырымен дәлдеп айналдыра тігіп шығамыз. Қалған матаны міндетті түрде сызғышпен сызу арқылы кесеміз. Келесі матамызды түзу жалғауға керек болады. Ені 1,8 см болатын королевский билюрімізді шай көрпешеміздің жиегіне тігіп шығамыз. Соңғы этап бізде астар орнату. Көрпешеміздің беті мен астардың сыртқы бетін бір-біріне жанастыра орнатып, аласын 3 жанын ғана тігеміз. Төртінші жиегін ішіне мақта салу мақсатында ашық қалдырамыз. Артық қалған астарды кесіп тастаңыз. Достар, менде осындай әдемі шай көрпеше шықты. Егер де сіздерде дәл осындай шай көрпеше істегілеріңіз келсе, міндетті түрде осы видеоны көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.